Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгін тақырыбымыз ұшқыш Талғат Бигелдинов. Оқу мақсаты мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағымен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Соның ішінде таратпа сөз. Тыңдалым мәтіні екі мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов туралы. Авиация генерал-майоры Кеңес одағының 2 мәрте батыры Барыс орденінің иегері Талғат Бигелдинов 1922 жылы дүниеге келген. Бала кезден ұшқыш болуды армандаған Талғат ақыры өз дегеніне жетті. Аэроклубта тамаша тәжірибеден өтіп, ұстаздарының кезіне көзіне түскен талантты жігітті 1940 жылы Саратов әскери авиация мектебіне оқуға жібереді. Құрметті көрермендер, дәл қазір сол жайындағы бейне көріністі бірге тамашалайық. Ұшқыш танк деп аталып кеткен Илюшаға басы бүтін бауыр басып, көк жүзінде 500 сағат болды. 305 рет әскери шабуылға шығып, жау ясы дегенді алуға бірінші болып қатысады. Талғат мінген ұшақты жау жағы қара жау деп атаған екен. 23 жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыр атаған елін соғыста небір көзсіз ерлік көрсеткен қыран қазақ қан майданнан аман есен оралды. Талғат аға елге келген соң денсаулығына байланысты зейнетке ертерек шықты. КСР жоғарғы кеңесінің 3 мәрте депутаты болып сайланды. 1957 жылдан 1970 жылға дейін азаматтық авиацияны басқарып, Алматы, Ақмола, Арқалық, Қызылорда, Қарағанды, Тараз қалаларында әуежай салу ісіне өлшеусіз үлес қосты. Ол 2 мәрте Кеңес одағының батыр атағын алған тұңғыш қазақ. Ұшқыш болам деген әрбір жас Талғат Жақыпбекұлының ерлігін еске алады. Еліктей батырдың ізімен жүруде мақтанышты. Тыңдалым мәтінін тыңдадық. Енді сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайық. Дауыс ырғағы мен мәнерінен нені аңғардық? Дауыс ырғағының көтеріңкі айтылуынан сөйлеушінің мақтаныш сезімін байқадық. Себебі журналист 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдиновтың ерлігі жайлы шабыттана баяндап отыр. Әдемі жұмсақ сөйлеу арқылы көпшілікті өзіне баурап алады. Қоңыр дауысы құлаққа өте жағымды. 69-шы параграф оқылым мәтіні 136-шы бет 1-ші тапсырма. Мұнда мәтінді мұқият оқимыз. Мәтін ұшқыш Талғат Бигелдинов жайлы. Әдеби тіл нормалары, оқшау сөздер, оның түрлері. Өткен тақырыбымызда біз оқшау сөздер, оның түрлерін өткенбіз. Бірінші қаратпа сөз тыңдаушының назарын өзіне аударады. Екінші одағай сөз адамның түрлі көңіл күйін білдіреді. Үшінші ыстырма сөз сөйлеушінің ойға көзқарасын білдіреді. Қаратпа сөз сөйлемде тыңдаушының назарын аудару үшін қолданылады. Сондықтан ол адамға байланысты немесе кейде көркемдік үшін адам мәніндегі жанды жансыз ұғымдар атаулары да болып келеді. Мысалы, балам, жөніңді айтшы, бізді көрсең сәлем бер деп әкең айтып еді. Жоқ, өздігіңе істедің бе, деді. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясынан алынып тұр. Осындағы балам сөзі қаратпа сөз. Сөйлей бір, ақ домбырам, дөңбірлеген. Жамбылдың өлеңінен алынып тұр. Мұнда ақ домбырам, бұл қаратпа сөз. Ау қызғыш құс, қанаттың қатты мойның бос. Махамбеттің өлеңінен алынған. Мұнда қызғыш құс дегендер, бұлар қаратпа сөз. Яғни Махамбеттің өлеңінен алынған. Ау қызғыш құс, бұлар қаратпа сөз болады екен. Қаратпа сөздің ережесі теңдеке 141-ші бетте әдеби тіл нормалары деген айдармен берілген. Мұнда ереже берілген, ережеден және бірнеше мысалдар берілген. Мұнда қаратпа сөз сөйлемнің ішінде келгенде, қаратпа сөзден кейін тыныс белгісі өтірмен ажыратылатындығы айтылған. Егер де сөйлемнің аяғында келетін болса, қаратпа сөздің алдында өтір қойылатыны тыныс белгілер жайлы қосымша ақпарат берілген. Кері байланыс тапсырмасы 141-ші бет 4-ші тапсырма. Қазақ тілінің синонимдер сөздігін пайдаланып, төмендегі сөздердің синонимдік қатар құрыңдар. Батыр, шайқас, жау, жігіт, атақ, жауынгер, қызмет,
аспан, үлес қосу деген сияқты сөздерге синонимдік қатар құраймыз. Мысалы, жау дейміз, дұшпан дейміз. Осындай синонимдік қатар құрады дейміз. Батыр дейміз, ер дейміз. Кері байланыстың тапсырмасын күнделік кезек немесе электрондық почтаға WhatsApp желісі арқылы жіберулеріне болады балалар. Сендерге қай түрі ыңғайлы, сол түрмен кері байланыстарыңды жібересіңдер. Кері байланыс 141 беттегі 4-ші тапсырма. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.